Қарашаның 22 мен 28 аралығында еліміз бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған 287 іс-шара өтті. Елордада Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің отырысы өтті. Елбасы 4-ші 10 жылдықта елдің тұтастығын сақтау маңызды екендігін, осы орайда партияның міндеті қазақстандықтарды біріктіру болып табылатындығын атап өтті. Осыған байланысты елбасы қазақстандықтарды президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік бағыты төңірегінде одан әрі топтастыру қажеттігін мәлімдеді. Осы аптада 10-шы мерейтойлық азаматтық форум өтті. Форумда азаматтық сектор қызметінің 30 жылдағы қорытындысы жасалды. Қазақстан президенті форум қатысушыларына арналған құттықтау сөзінде үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекеттік органдардың өзара ынтымақтастығы, халық үніне құлақ асатын мемлекет құруда маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Осы аптада сондай-ақ халықаралық парламенттік конференция өтті. Шетелдің парламент өкілдері елбасының өңірдегі бейбітшілікті сақтау мақсатындағы бітімгерлік бастамаларына ерекше тоқталды. Елордада тәуелсіздік ұрпақтары форумында егемендік жастары уақыт криптокапсуласы арқылы болашақ ұрпаққа үндеу жолдады. Капсула Қазақстан тәуелсіздігінің 50 жылдығына ашылады. Форумда сондай-ақ дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаттарының есімдері белгілі болды. Ел жастары Қазақстанның 4-ші 10 жылдықтағы даму перспективаларын өңірлік форумдарда талқылауда. Осы аптада мұндай форум Өскеменде өтті. Халық бірлігі еліміздің табысты дамуының негізі деді Шығыс Қазақстан жастары. Сонымен бірге осы аптада Қостанай облысында өткен ғылыми конференцияда 30 жылдық кезеңдегі тәуелсіздік пен өңір жетістіктері талқыланды. Нұр-Сұлтанда Алматы тәуелсіздіктің алтын бесігі көрмесі өз жұмысын бастады. Көрме мақсаты тәуелсіз Қазақстан тарихындағы Алматы қаласының орны мен рөлін көрсету болып отыр. Елорда тұрғындары осы күндері 2000-нан астам экспонат, мұрағаттық құжаттар мен фотосуреттерді көре алады. Көрме 28 қаңтарға дейін жалғасады. Тәуелсіздіктің мен үшін маңызы онлайн челленджі жалғасып жатқандығын естеріңізге саламыз. Бүгінге дейін 7000-нан астам қазақстандық азамат әлеуметтік желіде тәуелсіз елде тұрудың қандай екені туралы оқиғалармен бөлісті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуге қатысты барлық шаралармен 30 жыл KZ сайтында таныс бола аласыздар.